Саламатсыздар ма оқушылар? Қалай ойлайсыңдар? Қоржын ішінде не бар? Жарайсыңдар оқушылар. Асық бар екен. Олай болса бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық ойындарымен танысу, асық ату ойыны. Сабақтың мақсаты қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын анықтау және қолдана білу. Асықтың түрлері: кепей ұсақ асық, құлжа арқардың аталығының асығы, сақа арқардың асығы, жабайт еліктің асығы, топай сиырдың асығы, шүкейт жас малдың асығы, ойлақ қойдың асығы, ешкемек ешкінің асығы. Жеке жұмыс: кім тапқыр? Асықтың қолда ұстау түрлерін айту. Жарайсыңдар оқушылар. Серпілген сауалға жауап берейік. Қандай асық түрлерін білесіңдер? Асықпен қандай ойындар ойналады? Ешкемер ненің асығы? Ойлақ ненің асығы? Сақа дегеніміз не? Жарайсыңдар оқушылар. Кері байланыс жасап жүрейік. Алған керекті ақпараттарыңызды чемоданға саламыз. Ақпараттың ішінде әлі ізденуді толықтыру керек болса, онда ет тартқышқа саламыз. Қажет емес артық дүниелерді қоқыс жәшігіне саламыз. Сау болыңдар оқушылар, сабақ аяқталды.